Ассалаумағалейкум достар. Көптен күткен қуанышты сәт, енді білмеймін, бұл енді бәріміз күттік қой. Бұған дейін Түркия болсын, Әзербайжан болсын, қырғыздар болсын, өзбектер болсын, бәрін көрсеттік. Бірақ өз ауылымның жігіттері дегендей Қазақстанның құрамасын қазір көресіздер. Қазақтың намысын қорғайтын, ертең туын көкке көтеретін, белдескенін белін үзіп, кәдімгі жұлысқанды жамбасқа салып, күрескенді кәдімгі қадап тастайтын жігіттер. Біздің енді құрамамен таныс болыңыздар. 90 келі жоғары салмақта ертең түйе палуандарымыз бізде. Ғалымжан бауырымыз бар. Ғалеке, не көрдіңіздер ғой? Өткенде сіздерге түйе палуандарды көрсетіп жатырмыз. Ал ертең сол түйе палуандарды тізе бүктіретін, жамбасқа салатын бізде Ғалымжан деген сойқан жігіт бар. Білектің күшін көрдіңіздер ғой. Ғалеке, дайындық қалай? Дайындық жақсы, өте жоғары деңгейде өтіп отыр. Құдай қаласа. Ертең арғы күн фильмде көреміз дайындығымызды. Қазір енді маңдай терді көрдіңіздер ғой. Бірден дайындыққа келдік. Жігіттер анда-мында жүрмей, қазір залда жүр. Ертең жауапкершілігі жоғары. Қазақстанда, Түркістанда өтіп жатқаннан кейін, қазақ күресі болғаннан кейін, намыс бар, абырой бар, бүткіл халықтың қолдауы бар, сенім бар. Бұйырса жігіттерге сәттілік тілейміз. Ғалеке, әнде білектен күшті жібермей. Құдай қаласа енді өзіміздің ұлттық күресіміз болғаннан кейін, өзіміздің жерде өтіп отқаннан кейін, барымызды салып, халқымызды қуантуға тырысамыз. Негізі қанша жыл болды қазақ күресімен айналысып жүргенге? Жалпы спортта жүргеніме 2013 жылдан бері жүрмін. Біраз болды. Біраз болды ғой. Ертең ендігі жігіттерді. Ертең Құдай қаласа бір команда болып, Құдай қаласа жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Мотивация деген ұрып тұр ғой ертең. Болмай жатса қалан келің андай кезінде болатын еді ғой. Районда артқы жақта жүріп қашқандарды ұрады деген сияқты. Ғалекеңді жібермейін деп тұр ғой. Не болса да алдағы қарай жеңіс керек деп. Сәттілік Ғалеке. Біз жігіттермен сөйлесейік. Қазір дайындықтарға сәт. Одан кейін бізде Тоқтарбек деген жігіт бар. 90 келі салмақта. Тәкен қайда? Тәкен мына жақта жүр ғой. Нағыз борец ғой. Біз ана борецтерді шынымен елестеткен кезде құлағы сынып кеткен андай түрі қатайып қалған дейміз ғой. Құлақты жіберіп тастаған нағыз борец көшеде көрген кезде шетпейін айналып өтетін ше. Дайындық қалай болып жатыр? Дайындық өте жақсы енді. Өз жеріміз өтіп жатыр. Намысты қолдан бермейді деген ойдамыз. 29 күні ұлттық арна қосылып болсын. Қазақ елін көкке көтереміз, Құдай қаласа. Тәке, туған жер қай жақ? Туған жер дәл осы Түркістан. Түркістан жігіттері ғой. Түркістанның жігіттері осы жерде тұрып. Өзім туған жерінде күресіп жатырмын. Туған жерінен қолдау мықты болайын деп тұр, себебі Түркістан толық осында жиналады. Түркістан жігіттеріне Тоқтарбекті кәдімгідей айқайлаған кезде залдың ертең күшін көресіздер, қалай болатын. Құдай қаласа. Біз енді жүрегіміз зүпіліп, мына жүрген кезде енді дайындықта қазір жүр ғой. Әзербайжаны бар, қырғызы бар, өзбегі бар, басқасы бар дайындықта жүрген кезде, бірақ бәрібір былай қазақтарға бұрып тұрады да, біздікілер алсын деп. Осы жерде енді жүрек лүпілдеп тұр. Қалай болса да, сондықтан намысты бермеңдер жігіттер. Құдай қаласа, намыс қолдан бермеу керек. Анда жауапкершілікті бәрібір сезінесің да, бүткіл халық ана жерде айқайлаған кезде Қазақстан деп. Қазір елестетіңіздер, 29 қазан күні Олимпик сарайында дәл осы айқай-шу, ысқырық, жанның күйініші, қазақтар жеңсін деген бүткіл Қазақстанға тікелей эфирге шығамыз. Осы уақытта сіздер де көріңіздер. Біздің палуандарымыз намысты бермеуге кеудеде тұрған көк туымызды жоғарыда желбіретеміз. Алла қаласа. Алла қаласа. Жарыс енді настрой боевой. Алла қолдасын. Біздің жігіттер андай ғой. Көп сөйлемейді, айырамыз, қырамыз, жұламыз, қопарамыз демейді да. Білесіздер ғой, кім болсын, Гена болсын, Сметов болсын, еш қайсында бізде қазақта өстінде ғой, сабырлық ше. Жаймен ғана шығады, жамбасқа салады, ұпайын алады, жеңіске жетеді, кетеді ше. Дәл сондай ғой, кешегі басқа мемлекеттер сияқты біз қырамыз, жоямыз деп келе жатқан жоқ. Іспен дәлелдейтін жігіттер ертең көреміз, бұйырса. Сәттілік тілеп қойыңыздар жігіттерге. Мына жақта енді жігіттерді қараңыздар. Дәл осылай болады ғой ертең ше. Кіреді. Ертең қарсыластарды осылай билетем деп тұр ғой. Дайындық қалай жігіттер? Дайындық жақсы. Зор болып жатыр. Зор болып жатыр. Маңдайдан тері шығып кәдімгідей еңбекпен. Зор болып жатыр дайындық. Еңбектің нанын тат дейді ғой. Қазір залда барынша қиын болса, ертең жеңіске жету соншалықты оңай болады дейді. Бірақ
білмеймін, қарсыластардың барлығын қарасаңыздар, ертең бұл үлкен жетім мемлекет арасындағы әрқайсысы жеңіске жетсек дейді. Бірақ қазақтар жеңіске жетсек деп анарда мысы көп болады, өйткені өзіміздің жанкүйерлер Түркістанда, Қазақстанда болып жатқаннан кейін. Жігіттер, сәттілік тілейміз. Қалай, дайындық қалай, зор болып отыр ма? Дайындық жақсы, Аллаға шүкір, зор болып отыр. Организация бәрі жақсы деңгейде болып жатыр. Көрініп тұр үлкен жарыс екен. Жігіттерде андай күлетін жағдайда емес қой, кәдімгідей настрой серьезный ғой, боевой болып тұр ғой. Аламыз деп. Туған жер қай жақ? Шымкент. Шымкент, Шымкенттің жігіттері андай не ғой? Бауырыңнан кіріп ше, зу етіп ертең төсейді ғой осы жігіттер ше ертең. Алла қаласа. Туған жер қай жер? Абай облысы, Аягөз қаласы. Аягөз ертең. Аягөз болсын, Шымкент болсын, қай жақты, Жамбыл болсын, Тараз болсын, Қостанай, Қазақстанның кез келген қаласына ертең тікелей эфирде бөліп жармай өзіміздің қазақтың жігіттері деп жаны ашып тұрсын. Сіздерге сәттілік тілейміз жігіттер. Рахмет. Намысты бермеңдер. Біз де сол жерде жүреміз. Айқайлап, болмай баратса тістеп қалыңдар ана жерде. Ондайға дейін бармайтын шығар, енді біздің жігіттерге оңайырақ соғар. Себебі қазақ күресі, қазақтың жігіттері жеңсін деп тілейміз. Сіздер де тілеп қойыңыздар. Дұғада болыңыздар, ең бастысы. Ал жігіттер, сәттілік. Амин, рахмет. Ал енді күресте бар ғой біздің Қызыл бұрышта белдесетін жігіттер мына жақта дайындық зор болып жатыр. Үлкен салмақта өздеріңіз білесіздер ғой. Үлкен салмақта күрес бәсінде қатты бір темп болмайды. Себебі жаңа үлкендерде олар техника бар, бір-бірін аңдайды, басқа қылады, жамбасқа салсақ, техника қолдансақ деп. Ал кіші салмақтарда осындай жылдамдық деген зу етіп зырылдаған кезде қазір жігіттерге кедергі жасамайды мына жақта. Бірін алып, бірін қоям деп тұр ғой. Жігіттерді қалай болып отыр? Сіз сәл былай үссек бола ма? Ал дайындықты бұзды деп кәдімгі жамбасқа салып жүрмеңдер. Ондай ашу жоқ қой. Жоқ, Аллаға шүкір бәрі жақсы. Дайындық өз деңгейінде. Алла қаласа намысты қолдан бермеуге тырысамыз, Алла қаласа. Машина. Дұғада болады. Кәдімгідей нарада шанда жаным ашып тұр ғой. Дайындық бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Алла қаласа намысты қолдан бермейміз. Көк туымызды көкті желбіретіп, әнұранымызды ойнатамыз, Алла қаласа. Қанша жыл болды күреспен жүргенде, қазақ күресінде? 15 жылдай болды. 15 жылдай. Сізде 20 жыл. 20 жыл. Жігіттердің кәдімгідей база деген мықты ұрып тұр. Мен ертең Алла қаласа ше, жігіттердің алатынына сеніп тұрмын кәдімгідей. Дайындық өткені маңдай терді көрдіңіздер ғой, еңбектің нанын тәтті дейді. Жігіттер дайындалып жатыр. Қарсыластарды көрдіңіздер ме? Қарсыластарды шет жағасын көріп жатыр. Аллаға шүкір барлығы дайындалып қойған. Енді Алла қаласа тек мықты жеңеді ғой, білемде. Кім дайын сол жеңеді иншалла. Өздеріңіз салмақтағыларыңызды примерно байқап көрдіңіздер ғой, алып қоятын сияқтысыздар ма? Енді Құдай қаласа өзіміздің ұлттық күрес болғаннан кейін Алла қаласа намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Алла қаласа ұтамыз деген ниеттеміз. Бұйырсын. Амин. Қалай, білектің күші. Енді күресте негізі ше, негізі қайт. Білек мықты болу керек қой, мына қарасаңыздар, білектің тамырлары шығып мына жақтан. Білек қана емес, білек бүкіл дене дайын болу керек. Әрине сон. Ақыл да керек күресте, тек қана күшке сеніп қалмау керек. Соперник енді алдап. Білекті бірді жығар. Жаңағы алдап, соперник әлсіз жерін іздеп, жаңағы соны іздеп, жаңағы тастап кету керек тазаға. Енді қазақ күресіне ойлап тұрсаңыздар, кез келген спорттың түрінде тек қана күш емес, білектің күшіне емес, ол жерде ақыл, айла, тәсіл, амал барлығын бір мезетте қолданып, соған түсіруді жеңістің варианттарын табу керек. Жігіттер, сәттілік тілейміз. Бұйырса сендерге сол жерде айқайлап, шулап ше, Қазақстан деп дем беріп отырамыз ол жерде. Сәттілік тілейміз. Дайындық зор болсын. Кәдімгі мына жерде ше, жүрек деген көктудың желбірегені деген сияқты болып тұр ғой. Жүрек лүпілдеп қазақтың жігіттерімізге кәдімгі ертең жеңіске жетсін деп тұрмыз. Бұйырса барлықтарыңыз дұғада болыңыздар. Бұйырса қазақтың жігіттері енді қазақ күресі болғандықтан намысты бермейді деп сенеміз. Ертең 29 қазан Олимпик сарайында тікелей эфирде зал толы, орталықты толтырамыз. Көк туымызды алып, үйде теледидардың алдында болсақ та жанкүйер болып отырайық, қолдап. Жігіттерге сәттілік тілейміз барынша.